Сіз бай бола аласыз. Джозеф Мёрфи. 7-ші тарау. Байлар онан да бай болады. Нағыз бай адамдар ойдың жасампаз күшін түсінеді және әрқашан өзінің санасының астыңғы қабатына молшылық, өркендеу туралы ойларды енгізеді. Ал ол ойлар өз кезегінде адам не ойласа, соның материалды формаға айналуына жағдай жасайды. Адамдар дұрыс ойлау арқылы бай болады. Олар тек сыртқы жағдайларға сүйенбейді, себебі біледі. Олардың үздіксіз жасампаз ойлары міндетті түрде нақты өмірде тиісті түрінде пайда болады. Кедейшілік жағдайда таршылық көріп өмір сүретін адамдар өзіне байлықты тарту үшін үздіксіз байлық туралы ойға баса назар аудару қажет. Мұндай ойды әрқашан пайдаланатын адам қалайда бай болады және өзіне керектің бәрін ала алады. Інжілде былай делінген: әрбір бары болғанға беремін, ал бары жоқтан барын тартып аламын. Евангелие от Луки 19:26. Демек, бай одан да бай болады, ал кедей одан да кедей болады. Бұл дегеніміз, өзінің ақыл ойының шексіз байлығына көңіл бөлген адам бұл дүниеде жақсылыққа көбірек ие болады. Жерге түскен дән одан 100 есе көп дәнді жасайды. Сол сияқты сіздің тәжірибеңіз көбейген сайын Құдайдың байлығы туралы ойларыңыз көбейеді. Өзгерген көзқарас пайда әкелді. Жақында бір биржалық маклер жылжымайтын мүлікті сататын маман маған былай деді: ол ақшаны кірісті шектелген нәрсе деп ойлайды екен. Елдің бүкіл байлығы Американың ең бай отбасыларынікі. Бұл оның жүйкесіне қатты әсер ететін. Ол өзінің бәсекелестерін айналып өтудің әдістерін іздеген. Ойламаған жерден ол бұл көзқарастың қате екенін түсінді. Өзінің тынымсыз бұрмалаған ойын ол жасампаз байлықтың ағымына бөгет жасағанын түсінді. Мынау хатынан үзінді. Қадірлі доктор Мёрфи, мен сіздің нұсқаулығыңызды орындадым. Мен өз ақылымнан бәсекелестік идеяны шығардым. Мен өмірге бірдеңені жасау үшін келдім. Жер қойнауында миллиард долларлар жатыр. Әлі табылмаған алтын түрінде. Мен білемін, ғалымдар алтын және тағы басқа асыл металдарды синтетикалық жолмен жасайтын күн келеді. Мен басқаларды алдауды қойдым. Олардың надандығын, білместігін пайдалана отырып. Мен басқа адамдардың лауазымына, байлығына дәмешілдігімді қойдым. Ешкімнен еш нәрсе тартып алмасам да, өзіме керегімді алатынымды түсіндім. Мен өндіруші серіктес болдым. Бұрынғыдай бәсекелес емес. 3 ай бойы мына дұғаны оқыдым: Құдайдың шексіз байлығы маған қарай ағылып жатыр. Басқа адамдар да күннен күнге бай болады. Бұл менің жаңа көзқарасым өмірімді керемет өзгертті. 3 айда менің табысым 3 есе өсті. Мультимиллионерлердің формуласы. Бір магнат, алпауыт бай, дәрі-дәрмек шығарушы, көптеген дәріханалар жүйесінің иесі, өте рухани бай адам болатын. Бір бөлменің ішіне кішкентай дәріхана ашып бастаған. Соның негізінде ол көптеген миллион табыс беретін бизнес құрды. Мыңдаған адамдарға жұмыс берді. Бір кезде түстеніп отырған ол маған кішкене карточканы беріп былай деді: бұл менің көптеген миллиондық байлық әкелген формулам. Мен оны 25 жыл бойы күнде 2 мезгіл таңертең және кешке пайдаландым. Басқа адамдарға да оны бердім. Кейбіреулері миллионер болды. Қалғандары бақытты, еркін өмір сүруге қажет ақша тапты. Оның формуласы мынандай: мен шексіз байлықтың көзі қайда екенін түсіндім. Ол еш уақытта таусылмайды. Маған Құдайдың күші жол көрсетеді. Мен барлық жаңа идеяларды қабылдаймын. Шексіз интеллект маған әрқашан адамдарға қалай еңбек етудің ең жақсы әдістерін көрсетеді. Ол маған адамдарға пайдалы өнім шығаруға бағыт береді. Мен өзіме дінге сенетін, рухани бай, өнерлі еркектер мен әйелдерді өзіме тартамын. Олар біздің бизнестің өркендеуіне өз үлесін қосады. Мен алпауыт магнитпін. Адамдарға ең жоғары сапалы өнім беру арқылы өзіме ғаламат байлықтарды тартып аламын. Мен әрқашан шексіз интеллектке, жай байлықтың нақты болмысына сүйенемін. Шексіз интеллект менің барлық жоспарларыма, мақсаттарыма басшылық етеді. Менің барлық жетістіктерімнің негізі Құдайдың әр ісімдегі басшылығы. Менің табысым керемет. Мен Құдаймен бір тұтаспын, ал Құдай әрқашан табысты.
мен де табыстымын. Барлық айналамдағы адамдарға сүйіспеншілікпен қараймын. Өзімнің ақыл ойымды және жүрегімді Құдайдың сүйіспеншілігіне, күш қуатына толтырамын. Менімен байланысты адамдар менің байлығымның рухани буыны. Мен бәрін Құдай үшін істеймін. Бұл өндіріс алпауыты өзінің дұғасында айтылғанының бәрін нақты іске асырды. Сіз де солай істеп мультимиллионер болыңыз адамдардың игілігі үшін. Оның байлығына жазылуына не кедергі болды? Жылжымайтын мүлік сататын агент маған былай деді: мен түсінбедім, кешке дейін жұмыс істеймін, клиенттер телімдер мен үйлерді көреді, бірақ сатып алмайды, ал басқа агенттер біздің офистен күнде келісім жасайды. Оның проблемасы ақыл ойының ішінде болатын. Оған кедергі жасайтын ең бір жағымсыз сезім ол күншілдік, қызғаныш болатын. Барлық қаржылық қиындықтардың себебі сол болатын. Ол мойындады басқа агенттерге қызғанышпен қарайтынын, олар комиссиялық ақшаны көптеп алатынына қарап қатты ренжитін. Ол түсіну керек еді, қызғаныш ойлар ең жағымсыз көзқарас екенін. Сол көзқарастың арқасында байлықтың бәрі одан кетіп қалды, оған жиналудың орнына. Бұндай жағдайдың емі өзі ақыры түсінгендей тек қана өзінің қызметтеріне жақсылық тілеу болатын қызғаныштың орнына. Содан кейін ол саналы түрде мына дұғаны оқи бастады. Ақырында толық менталды жазылды. Мен білемін, сұраныс пен ұсыныстың заңы бар екенін. Мен сабырлымын, мен не сатамын деп тілесем, ол Құдайдың ақыл ойындағы идея. Кез келген білімнің принципі менің ішімде. Маған қажеттің бәрін бірден білемін. Менің сатқым келген нәрсенің бәрі Құдайдың ақылының ішіндегі идеялармен алмасу. Бағалар дұрыс, адамдар да дұрыс, бәрі дұрыс. Мен ақиқатты білемін, түсінемін. Мен Құдайдың идеяларын қабылдаймын. Оларға қуанамын. Қызметтестеріме оларды айтамын. Қазір менің жағдайым жақсы. Өзіме керектің бәрін аламын. Рухани қаржылық жағынан бұл адам қатты өзгерді. Ол офистегі ең жігерлі агент болды. Ол мейірімді, жылы шырайлы, кешірімді болды. Сауда істері табысты болды. Ол түсінді, басқаға жақсылық ойласаң, өзіңе де жақсылық болады. Оның ұйымына байлық қалай ағылды? Менің бір бизнесмен досым, мамандығы инженер. Өз ұйымында қызметкерлерінің қалай көтерілетінін айтты. Жиналыстарда ол әрдайым оларға айтатын нәрсе өнеркәсіптің өсуіне қатысулары керек деп. Жақсы істейтін адам жұмыста тез көтеріледі деп. Ол өзінің бизнесін баспалдақ секілді дейді. Әрбір ерінбей еңбек еткен қызметші сол баспалдақпен жоғары шыға алады, бай бола алады. Егер олай болмаса, ол өзінің кінәсі. Әрқашан қызметшілерді компанияның табыстарымен таныстырады. Оларға әрбір 90 сайын ақшалай сыйлық береді. Кадрларды ауыстырудың қажеті жоқ. Олар өте тату өндірістік отбасы сияқты, бір-бірін қолдайтын және түсінеді. Қызметшілердің арасында бақталастықтан гөрі ынтымақтастық көбірек. Бұл техникалық фирмада жаңа есеп шоттар және жаңа салалар ашылады. Байлық оларға жан-жақтан алады. Басқаларға жақсылық тілеп бай болыңыз. Сіздің қиын жағдайыңыздың себебі сіздің ақыл ойыңыздың қал жағдайы. Құдайдың барлық байлығы сіздің қармағыңызда. Сіз арқылы көрінуге мүмкіндік күтіп тұр. Көптеген адамдардың идеясы не болмаса ойы, оларда еш нәрсе жоқ. Байлықты іздеп табу керек. Басқалардың табысы, байлығы сіздің мазаңызды алып, ашуландырса, не болмаса қызғаныш сезімін тудырса, онда ол адамдар онан да бай болсын деп тілеңіз. Солай істесеңіз, өз ақыл ойыңызды жазасыз. Егер сіз шын жүрегіңізден солай тілек айтсаңыз сол адамдарға, онда ішкі және сыртқы байлығын басқаларға сыйлаған адамның санасына көтерілесіз. Басқа сөзбен айтқанда, басқаларға байлық тілесеңіз, өзіңіз де бай боласыз. Сол себептен байлар одан әрі бай болады, кедейлер одан әрі кедей болады. Әдетте кедейлер қызғаншақ, өшпенділікке толы болады. Бұл негативті сезімдер олардың табысын онан сайын азайтады. Сізді кемсітетін жазмыш емес, өз ақыл ойыңыздың көзқарасы. Әмбебап банк. Бір сауда агентіне жаңа жұмыс үшін автомобиль қажет болды.
бірақ оны алуға ақшасы жоқ болатын. Бірақ ол білетін ішіндегі банктен чекті қалай алуға болатынын. Ол маған әңгімелеп берді. Сол жұмысқа тұрғаннан бастап үйіне келіп көз алдына қажет автомобильдің бейнесін келтіріп, оны алатынына ешбір күмәнданбаған. Мен оған өтініш жасадым. Маған тиесілі деді агент. Мен тіпті өз қолымда оның рөлін сезіндім. Қаптауышын қолыммен ұстадым. Өзі тұратын үйдегі бір адаммен аяқ астынан танысты. Ол жарты жылға Европаға барады екен. Сосын ұсыныс жасады. Мен қайтқанша автомобилімді пайдалан. Оған дейін өзің де автомобиль сатып алуың мүмкін. Бұл адамның автомобилі тура өзі көз алдында келтірілген модель сияқты екен. Оның жаңа досы Европадан қайтып келгенше ол өзіне автомобиль сатып алатын ақшаны жинады. Ол білді. Ішінде банк бар екенін, одан керегін ала алатынын, ол еш уақытта таусылмайтынын. Тараудың қысқаша мазмұны. Бірінші, байлар одан әрі бай болады және небір құндылықтарды өздеріне тартады. Себебі олардың ақыл ойларында Құдайдың шексіз байлығының нақты бейнесі бар. Сіз әрқашан қуаныш пен байлық күтсеңіз, онда ақша сізге жан-жақтан құйылады. Екінші, бақталастық жөнінде ой сіздің кірісіңізді азайтады. Сіз жабдықтаушы және қызметкер болыңыз. Ешкімнен еш нәрсе тартып алмай-ақ байлыққа ие бола алатыныңызды сезініңіз. Ауаның жетіспеушілігі қалай болмаса, әлемнің шексіз байлығында да жетіспеушілік болмайды. Үшінші, әрқашан көз алдыңызға өзіңізге қажет нәрсенің бейнесін келтіріңіз, сонда сіздің тілегіңіз орындалады. Төртінші, сіздің байлығыңызға кедергі болатын нәрсе өзіңіздің ақыл ойыңызда. Қызғаныш сезімі байлықтың жолын жабады, сізге кедейлік пен мұқтаждықты тартады. Бесінші, басқаларға жақсылық тілеңіз. Сонда өзіңізге де жақсылық келеді. Асыл қазынаға толы кеме сіздің ағаңызға келсе, сізге де келеді. Алтыншы, сіздің бизнесіңіз баспалдақ сияқты болсын. Оның көмегімен әрбір қызметші байлыққа жетсін. Басқаларды бай қылсаңыз, өзіңіз де бай боласыз. Жетінші, сіздің санаңыздың астыңғы қабаты банк. Бір нәрсені сатып алуға ақшаңыз болмаса да, ол нәрсенің бейнесін ой арқылы жасаңыз және оның нақтылығын сезініңіз. Сонда ол орындалады сіз білмейтін жолдармен. Сегізінші, қызметтестер табысқа, молшылыққа жеткенде қуаныңыздар. Күнделікті дұға арқылы тілеңіз, Құдайдың байлығы барлық адамдардың ақылы мен жүрегіне ағылсын деп.